Мына қазақтың сөзі бар ғой, 8 қырлы, 1 сырлы. Осы сөз аталарымызға арналған да. Аталарымыз қандай болған? Қалай түсінесіз осы сөзді? Аталарымыз сондай болған. 8 қырлы, 1 сырлы болған. Қандай? Кәсіпті жан-жақты білген да. Жан-жақты. Мына бір кәсіпті көріп жатады да, болмай қалды ма, тоқтап қалмайды. Мынаусына көшеді. Ананы көреді, мынаны көреді. Жан-жақты. Хотя ол кезде мына қазіргідей техника дамыған заман болмаса да ше. Жан-жақты болғанда, тоқтап қалмаған, отырмаған да. Бірақ бір сырлы дегені бар ғой, сырын ешкімге ашпаған да. Еш уақытта менде болмай жатыр деген сияқты жылап, сырын жаймаған да ешкімге. Сондай жігіттер болғанда соған арналып айтылған ғой бұл. 8 қырлы, 1 сырлы. Қазақтың жігіттері сондай болса екен деп. Ал қазір кейбір кезде біздің әрекеттерімізге қараса бар ғой, біз 8 сырлы, 1 қырлы сияқтымыз. Байқайсыздар ма? Действительно сондай. Жұмыс істейміз да, біз бір кәсіпті үйренгенімізде болды. 1 қырлымыз біз. Соны айналдырасын, дөңгелетіп келе жатсын, бір күні түк кет, жұмыс сол сенің кәсібің тоқтайды ғой, жұмыс істеп әйтеуір істеп келе жатыр жұмыс. Сен істеп жатқан жұмысың болмай қалды, болды, келесінде отырасың. Бірақ қырлымыз ары қарай жоқ та, даму жоқ, отырасың. Енді сырлы, 8 сырлы деген бар ғой. Мен бүйткеннен болмай қалды, үйткеннен болмай қалды. Отырған жеріңде жаңағы сырыңды әріңге ашасың. Тағы да бізде мынандай ғой, біз идеаліміз ғой. Біздің жұмыс болмай қалғаны, анау шалды аяғынан, анау бермей қойды да, анау алмай қойды да, мынау көнбей қойды да, негізі. Атаң әліп мен көре алмай жатыр деген сияқты жібере береміз ғой. Бірақ не дейді? Біздің жұмысымыздың болмай қалғанына әйтеуір біреулер кінәлі болып шығады да. Сөйтеміз де отырамыз. Әркімге айтып, соны айтады. Жігіт деген сондай болса, отырма дейді, отырма. Көр, егін ек, болмай қалды ма, мал бақ бар. Ол қолыңнан келмей жатыр ма, бол, тоқтама сен. Сауда істе бар. Жоқ, әйтеуір бір нәрсе істе. Жігіт адам бар ғой, еркек адам. Мына қатынның айлығына сеніп алып отыру бар ғой, еркектерге жараспайды бұндай нәрсе. Сен негізі әйелді бағуың керек, әйел сені емес. Роліңді ауыстырып алмасай, еркектерге айтады, үйде отырма сен, жұмыс істемесең де шық кет көшеге. Үйде сен отырсаң, ұрыс пайда болады. Ұрсасын. Кет көшеге, ізде кәсіпті. Неге? Өйткені кәсібің жоқ па болды, сен бос сөзден басқа ешнәрсе қалмайды да сенде. Сөйтесің, кездескен адамға, мен просто баяғыда мықты болғам, мен баяғыда жүргем, мен баяғынға айтып отырасың деп одан кейін. Ал қазақ не дейді? Керек десеңше, қойныңда жатқан әйеліңе бүкіл сырыңды ашпа деген. 1 сырлы бол деген нәрсе бар ғой. Керек десең, біз ана естіген нәрселеріміздің бәрін айта береміз ғой. Шын өтірігіне қарамайды, мысалы үшін. Қызық үшін айта саламыз. Соны айтады. Керек десе, қойныңда жатқан әйеліңе бүкіл сырыңды ашпа. Неге? Сен ол үшін ана бір жұмбақ адам болмай қаласың да. Менің күйеуім қандай адам екен, сен жайлы армандамайтын болады дейді да. Керек десең, оның өзі ойланып жүру керек. Бұл қандай екен негізінде деп ше. Солай бол дейді да. Сырың бір-ақ сыр болсын. Бәрі жақсы болды. Екінші нәрсе сенен шықпау керек. Сосын жігіттерге айтар едім. Жігіттер, қызмет солай болсын бізде. Бір кәсіппен тоқтап болмайық. Біреуін көр, болмады ма? Секір аняқа. Мына жаққа жатпа, бірақ жатпа, жату жараспайды. Жататын уақыт келеді, асықпа. Жатасың от души, келеді